Ассалаумағалейкум, құрметті қазақша рэп тыңдармандары. Сіздердің назарларыңызда Нұржан Жөкенов, яғни Жистаз жамағат орталығынан. Жалпы бұл видеоны түсіру себебіміз Жанбол Рахматулла атты, яғни рэпте Жанбу атты лақапатпен жүрген бір адамға қатысты түсіріп отырмыз. Жалпы мен ойлайтынмын, өмірде уақыттың, шыдамның ғана шегі болады деп. Сөйтсем, адамдықтың да шегі болады екен. Өйткені мен ол жігітпен бұрыннан бері жақсы араласқам, арақатынасымыз жақсы болған. Бірақ осы жолғы тірлігі жарамады. Яғни Жанбол Бәйтереков менің саясатқа бір өкпем атты өлеңімді барлық интернет желісінен жойғызып тастады. Яғни ВКонтакте желісінен, және де Нұр.кз, Орикон.кз, Нью.Мюзик.кз, Випстар.кз айта берсең жетеді, яғни бүкіл желіден десек те болады. Ол қандай жолмен жойдырғанын білмеймін. Жалпы өзінің хакерлікпен айналысатын әдеті бар. Жалпы ютубтағы клиптарын қарасаңыздар 170 мың, 178 мың просмотр болып тұрады. Ал егер бірақ шынайы талантына қарасаңыздар, ондай нәрсе айтпас едіңіздер сіздер. Және де сіздер ажырата аласыздар, оның мәтіні қайсысы, менің мәтінім қайсысы. Менің мәтінімде қос ұйқас бірден байқалады, ал оның өлеңдерін бір тыңдап көріңізші, бірден ажыратасыз. Ал ол жігіт солынысына қарамастан, яғни ұялмастан, Нұржанның Қош деген өлеңін, яғни менің Қош деген өлеңді өзінің атына авторлық құқығын аудартып алған. Мен жалпы рэппен айналысқандықтан өзімнің жазған мәтіндерімнің барлығына әлі авторлық құқық алған емеспін, яғни алуды да жөн санамаймын. Өйткені рэп үшін меніңше керек емес сияқты авторлық құқық алу. Ал Жанбол Бәйтереков осы сәтті пайдаланып, жаңағы Қош деген өлеңнің мәтінін өзіне авторлық құқықпен жаңағы алып алған десек те болады. Яғни бұл Қош деген өлеңді мен ең алғаш 2012 жылы шығардым желіге. Ол кезде өзіме бір белгілі бір жерлер ұнамай қалғандықтан интернеттен қайта алып тастаған болатынмын. Арада 2 жыл өткен соң Жанбол Бәйтереков менен осы өлеңнің мәтінін сұрады, яғни маған берші деп. Мен ойланатынымды айттым, бірақ келісімді бермедім. Одан кейіннен осы семейге келгенде Қандастар бірлестігіндегі Мағжан атты бауырыма осы өлеңнің сөзін бердім. Осы өлеңнің сөзін өзім рұқсатыммен бердім, айт деп. Осы өлең қалай шықты? Бүкіл жаңа қырылыстың бәрі осында басталды. Жаңа Жанбол бұл өлеңді маған неге бере қоймадың дегендей, жаңа қызғаныштан саясатқа бір өкпемді интернеттен алдыртып тастады. Яғни болашақта менің тағы да өлеңдерім интернеттен алынып салып жатса, немесе ВКонтакте желіні біреу бұзып кетіп жатса, ол Жанбол Бәйтереков деп таныңыздар. Бірақ та маған мейлі 100 өлең балдырып тастасын керек болса, менің ешқандай жерім келмейді. Және Жанболмен бұл мәселе жөнінде тағы да басқа жерде басқаша сөйлесетін боламыз. Қысқадан нұсқа айтарым осы бұл адам жайында. Одан кейін тағы не айтуға болады. Жалпы ақыр осы тақырыпты қозғағандықтан интернетте болып отқан тағы да осындай авторлық құқықты бұзушылық туралы айта кетейін. Жалпы байқаймын ВКонтакте желісінде көптеген бауырларым менің өлеңдерімді мысалға группаларына немесе парақшаларына шығарған кезде сөздерін жазып, астына өз аттарын жазып қояды. Бірақ ол менің сөздерім. Жоқ, мейлі, мен бұған ренжімеймін. Мен сөздерімді албалдау деп. Мен керісінше қуанамын, мені біреу түсінді ғой деп. Бірақ та өтініш, Құдай үшін, егер сөздерін түсінбей жатсаңыздар, менің өзімнен сұраңыздар. Мысалға менің марғау көңіл сияқты сондай қазақи сөздерді көп ана рэпте қате тұлып қалады, жаңа қате сөздер жазып қояды парақшасына. Оны мен парақшаларына көрген кезде көңілім көншімейді. Сол жағын сараптауларыңызды сұраймын. Сосын интернетте мәтіндеріңіз сатылама, мәтін беріңізші дейтін бауырларыма менің мәтіндерім сатылмайды, және мен ешкімге мәтін жазып бермеймін. Осыны ескеріңіздер. Рахмет, жалпы қысқадан нұсқа осы. Ал Жанболға айтарым, Жанбол, егер сен расымен менің бүкіл өлеңдерім мәтінін сен жазсаң, онда менің 4-ші альбомымда қандай өлеңдер шығатынын айтшы кәнекей. Көрейік сосын. Жалпы осы ең алғаш осы тайталас басталған кезде Жанбол Бәйтереков маған мынандай хат жіберген болатын. Жалпы осындай хат жіберді, және ол ютубқа видео салды, мен әшкерелеу мақсатында. Және бұл видеоны мен көріп үлгердім, бірақ сол мезетте интернеттен өшіріп тастадым. Ол видеода мен не көрдім? Ол видеода Жанбол Бәйтереков Нұржан Жөкеновтың 2015 жылғы, 2017 жылғы шығатын тректері менің сөздеріме жазылған деп айтқан екен. Бұл әрине өте күлкілі. Жалпы Жанболдың шығармашылығын тыңдаңыздар. Сол кезде көресіздер айырмашылық қандай екен, менің сөздерім қандай, оның сөздері қандай. Назарларыңызға рахмет. Жалпы жаңағы бауырларыма тағы да ұрлап атқан ренжімеймін. Тек Жанболдікі сияқты иттік тірлік жасамаңыздар. Болды, менің айтарым сол. Аман сау болыңыздар.